біздің Қазақстанымызда орын алмау керек. Себебі халыққа қарағанда, қара халыққа қарағанда, мынау автокөліктерге қарайтын болсаң, бүткіл автокөліктердің бәрі қарапайым андай 14 дей ма, ВАЗ-21 07-дер жүр, бізде Opel'дер жүреді, Nexia'лар көбейіп жатыр, бәрі российский учет. Әрине түсінемін, мен қара халық жетістігінен емес, ол семьяларын бағу үшін, кішкене болса да бір пайдасы қалсын деп, қалтасына қарай кішкене бір арзандау автокөлік алып келсем деп ұмтылып барады Ресейге. Сол көрші мемлекетке барып, сол жақтан автокөліктерді алып келеді бері қарай. Жетіскеннен емес. Бір ойбай шіріп баратқан бір байларды көрмедім мен, 570-пен жүретіндер, андай жарайды, мен сияқты машиналарды айтайықшы, біздегі сияқты, Lexus, нелерді сияқты емес, андай Infiniti бір андай люкс класстар. Олай емес, қарапайым машиналарды алады. Себебі ол кішкене болса да арзан болғаннан кейін қалтасына қарай. Енді ол қара халықтың үстінен мініп алып, сендер машиналарды арзан алатсыңдар, міне утилизационный сбор дегенді ілгені вообще негізінде басқа сыймайтын нәрсе, ондай болмау керек. Тіпті керек болса бүгін күннен бастап шектеу болмаса толығымен тыйым салындар шетелден басқа жақтан машиналарды алып келіп бізде пайдалануға. Ал бірақ Қазақстан ішінде бүгінгі таңға дейін жүрген автокөліктердің бәрін утилизационный сборсыз, утилизацияға тапсырған кезде ғана, утилизация деген машинаны жоқ жіберу, болттарына дейін полный шашып тастап, оның бәрін темір терсектерін бәрін темір өндіретін заводтарға жіберіп, майларын бәрін май жіберетін нелерге, өндіретін жерлеріне жіберіп, соған ғана алып келетін болса. За 2 недели 150 тысяч человек подписали петицию. На 150 тысяч, а этот беспредел устраивает всего 6 человек. Если кто не знает эти фамилии, я назову. Манин, Скляр, Атамкулов, Лаврентьев, Смогулов и, конечно, стоящий акционер за ТУРО Алия Назарбаева. Слушайте, мы должны знать в лицо тех людей,